Өзбекстаннан Америкаға жол тартқан 2 отбасы із-түзсіз жоғалып кетті. Барлығы 8 адам, 2 отбасы, 4 ересек және 4 кішкентай бала із-түзсіз бір күннің ішінде ғайып болды. Сонда бұл отбасы қайда жоғалып кетті? Олардың жалғыз ғана арманы Америкаға жетіп жаңа өмір бастау болған еді. Бірақ олар Кариб теңізіне жеткеннен кейін олардан ешқандай хабар болмады. Тіпті олардың құжаттары да жоқ, денелері де жоқ. Және бүгінгі күнге дейін олардың қайда кеткенін ешкім білмейді. Америкаға барып керемет өмір сүремін деп көбісіңіз армандайтын шығарсыздар. Бірақ ол арманның артында қандай қауіп-қатер жатқаны туралы адамдар ойлана бермейді. Оқиға 2024 жылдың көктемінде Самарқанд қаласында басталды. Самарқанд қаласында тұратын 2 отбасы өмірлерін өзгерту үшін Америка құрама штаттарына жол тартады. Олар балаларының болашағын, жақсы жұмыс, қауіпсіз өмірді ойлайды және осы арман үшін бар ақшасын жинап делдалдың көмегіне жүгінеді. Бірінші отбасы 33 жастағы Валижон, жұбайы және 6 жасар қызы. Ал екінші отбасы Раим Иркашев, жұбайы және оның 3 баласы. Барлығы 8 адам. Оларға ақш-қа жеткіземіз деп уәде берген адам Фарух Носиров деген жігіт болған екен. Ол туыстарының айтуы бойынша бұған дейін көптеген өзбекстандықтарды Америкаға жіберген екен және бұны олар сенімді адам ретінде білген. Бірақ бұл сапардың соңы бұлай аяқталады деп әрине ешкім ойлаған жоқ. Оларға Америкаға жету оңай болған жоқ. Әр отбасы $10,000 ақша төледі. Валижонның отбасы шамамен $40,000 берген екен, ал Раим Иркашевтың отбасы өз үйін сатып, сол сапарға ақша жинаған. Алғашында бәрі жоспар бойынша жүргендей көрінеді. Олар ұшақпен Грузияға ұшады, бірнеше күннен кейін Түркияға ұшады, одан кейін Германияға, кейін Францияға. Олар туыстарына үнемі сурет жіберіп, бәрі жақсы деп хабарлап отырған. Ешкім олардың соңғы суреттері екенін әрине білген жоқ. Әрине олар басында жоспар бойынша жүріп отырған, Мексика арқылы ақш-қа заңды түрде қашқын ретінде кіреміз деп ойлаған. Бірақ жолдың ортасында делдалдар жоспарды өзгертеді. Оларға жаңа бағыт ұсынады, Франциядан Кариб аралдары арқылы ұшу деген. Одан кейін кішкентай моторлы қайықпен Пуэрто-Рикоға жету. Бұл әлде қайда оңай әрі тез болады деп оларды делдалдар көндіреді. Және әрине бұлар оған сеніп қалады. Соңғы хабар олардан 2024 жылдың 19 маусымы күні келеді. Отбасылар Сен-Мартин аралындағы қонақ үйде болады және сол қонақ үйден туған туысқандарына суреттер жіберіп, жағдайларының жақсы екендігін айтады. Және де олар ертең қайыққа отырамыз, Америкаға аз ғана қалды, уайымдамаңыздар деп айтады. Және бұл олардың соңғы сөздері болады. Келесі күні олардың телефондары өшіп қалады, хабарламалар тоқтайды және 8 адам жер жұтқандай жоғалып кетеді. Оларды әлі күнге дейін ешкім таба алған жоқ, хабарласу да мүмкін емес. Отбасы барлығы іздеп жатыр. Олар туралы түрлі репортаждар түсірді, жаңалыққа да шығып жатыр, бірақ 2 отбасы әлі күнге дейін табылмады. Және табылуы да екі талай деп айтар едім. Сол үшінде Америкаға, ақш-қа барамын деп осындай қауіпті жолдар арқылы барғысы келетіндер әбден ойлансаңыздар. Себебі визамен заңды түрде келген дұрысырақ. Мұндай жолдар өте қауіпті және өте қымбат.